Қазақстан мен Қытай арасындағы ынтымақтастық қарқынды дамып келе жатқан маңызды салалардың бірі. Әсіресе бір белдеу, бір жол бастамасының аясында жүзеге асырылып келе жатқан жобалар екі елдің экономикалық байланыстарын нығайтуда ерекше рөл атқарып отыр. Қытайды зерттеу орталығына арнайы оймен бөліскен Еуразия ұлттық университетінің Конституциялық ұлттық кафедрасының профессоры, заң ғылымының докторы Ибрагимов Жамаледдин Ибрагимұлымен сұхбаттасып, осы ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен болашағы, сондай-ақ бір белдеу бір жол бағдарламасының Қазақстан экономикасына тигізетін әсері жайлы сөз қозғаған едік. Тыңдап көрейік. Бүгінгі жаһандық сын-қатерлер дамыған кезде Қазақстан мен Қытай қарым-қатынасы жаңа стратегиялық деңгейге көшті деп айта аламыз. Өзінің тарихи белдеу қайнарын Ұлы Жібек жолынан алған бүгінгі екі елдің арасындағы байланыс бір белдеу бір жол үлкен концепциясымен жалғасып жатыр. Негізі Қазақстан-Қытай аралығындағы қарым-қатынастың қырлары, векторлары өте көп. Ол негізі бүгінгі таңда Шанхай рухы деген үлкен принципке сәйкес дамып жатыр. Сондықтан да біз Қазақ-Қытай қатынастарының болашақта мемлекеттің барлық дамуындағы көрсеткіштерін, екі арадағы өзара татуластық, өзара сенімдестік, серіктестік қатынастарына ғалым ретінде үн қосқымыз келеді. Бүгінгі таңда екі арадағы көрсеткіштер өте көп. Біздің отандық жоғары оқу орындары қазір Қытай мемлекеттік университетінің көптеген жоғары оқу орындарымен меморандумға қол қойып жатыр. Болашақта Қытай мемлекеті Бейду қаласындағы халықаралық ай станциясының бүкіл әлемдік деңгейде, оның ішінде біздің Қазақстан-Қытай аралығында қатынас немесе пайдалануға үлкен мүмкіндікті беретінін айтты. Одан кейін болашақта Циндао қаласы болашақ Шанхай ынтымақтастық орталығының мәдени орталығы болатын болса, бұл қалада жасыл технология, әсіресе жастарға байланысты, әйелдер мәселесіне байланысты үлкен форумдардың айналысатындығы туралы үлкен мәселелер қойылды. Сондықтан да біз бүгінгі таңдағы Қазақстан-Қытай арақатынасынан мемлекет аралығындағы өте тиімді тетіктерді көре аламыз және өте жаһандық деңгейдегі сауда, мәдени қатынастардың оң нәтижелерін беретініне нық сеніммен айтқымыз келеді.